Пуск батырмасы арқылы асинхронды қозғалтқышты қостық, магниттік пускательді жинадық сұлбасын, 3 фаза арқылы стоп батырмасын басып, асинхронды қозғалтқышты сөндіреміз. Дәл осыны сұлбаны жинау және де қалай қосу керек екенін көргілеріңіз келетін болса, осы видеоны аяғына дейін көрулеріңізді сұраймыз. Асинхронды қозғалтқышты қосу үшін бізге керек асинхронды қозғалтқыштың өзі, одан кейін магниттік пускатель керек, одан кейін 3 фаза, яғни бұл жерге мен автомат орнатып қойдым, 3 полюсті автомат. Бұл жерден 3 фаза келіпті, заземлені бірден жалғанды, және де асинхронды қозғалтқышқа бірден жалғап пускательдің астына жібердім. Т1, Т2, Т3 деген мысалға пускательдің астына асинхронды қозғалтқыштан бірден монтажын жасап қойдым. Ал енді одан кейінгі керегі бізге батырмалары қосып сөндіруге арналған батырмалар. Қазір біз осы асинхронды қозғалтқышты қосып көреміз. Ең алдымен автомат сөніп тұр. Бұл автоматтан әкеліп біз пускательға жоғарғысына жалғауымыз керек. Ол үшін бізге керегі перемычка тастауымыз керек. Перемычкалар тастаймыз қазір. Пускательдің үстінде L1, L2, L3 деп көрсетіп тұрады. Дәл соларға біз жалғауымыз керек. L1-ді жалғадық. Енді екіншісін жалғаймыз. L3-ті жалғаймыз. Және де бұл L3-тен үшінші фазадан алып біз осы кнопка, яғни батырмаға стоп батырмасына фаза жіберуімізге қажет. Осына перемычка екіншісін соған жалғаймыз. Сонда үшінші фазада бізде екі жила жалғанады. Аламыз, осы стоп батырмасының астына жалғаймыз. Сонда стоп батырмасына фаза жібереміз. Одан кейін сол стоп батырмасынан шығып, бізге пусқа фаза жіберуіміз керек.
екінші бір контактысынан, яғни біреу кіру, біреу шығу болып табылады. Ал енді пусттан шығып, дәл осы перемичка берген тұстан жалғанып бізге қосымша пускательдің қосымша контактысы 13 N-ға бару қажет. Бұны дұрыс жалғамасы пускатель қосылмайды. Дәл осы пускатель арқылы асинхронды қозғалтқыш қосылады. Аламыз біз. Бұны білген адам ауыл шаруашылығындағы, производствоға, басқа жердегі заводтарда осындай асинхронды қозғалтқыштар көп қолданылады. Одан кейін пусктан шығып бізге қосымша контакт 13-ке барады. Ал екінші пусктың екінші батырмасынан бізге келеді тағы да қосымша контактысы 14 NO. Дәл осыған жалғанымыз. Одан кейін, N14-тен жалғаймызда біз осы пускательдің катушкасына фаза береміз. Немесе катушкаға беру керек болады. Одан перемичка. Одан кейін мен заземленияға, яғни 0-ға, осы жерде заземление тұр. Заземлениядан алып, біз осы жерде тағы да бір катушканың бір вводы бар. Міне осы жерден A1-ге жалғадым. A1 деген не бар? Негізінде бұны схема бойынша көрсетейін деген, бірақта бұл видео, осындай видео бізде бар осы каналда. Ал енді жалғап болдық. Енді асинхронды қозғалтқыш қосамыз. Бұлай айналып тұр, негізінде бұлай айналып тұр. Негізінде бұлай айналып тұр. Сағат тілмен айналып тұру керек екен. Қазір біз онынше екі фазаны ауыстырып жүреміз. Автомат сөндіреміз. Негізінде асинхронды қозғалтқыш кері айналатын болса, осы жерден фазаны айырбастай салған дұрыс болады.
фазаны ауыстырдық, енді автоматты қосамыз. Асинхронды қозғалтқышты пуск арқылы қосайық. Пускатель міне қосылды. Асинхронды қозғалтқыш айналып тұр. Стопты басқаннан кейін анау қайтадан өзін жібереді. Міне сағат тілмен айналып тұр. Міне осылайша бұл асинхронды қозғалтқышты қостық.